Bir bala үйіне өте кеш қайтады. Қайтып келе жатып, ол өте ескі бір үйді көреді. Және оған көмекші болады. Ол бұндай заброшенный үйлерге кіргенді өте қатты ұнататын. Бұл да бұл жолы кірем деп шешті. Сөйтіп ол терезесінен қарап, ол үйдің өте ескі екенін көрді. Сөйтіп шамын алып, сол үйді көре бастады. Ой, өте ескі, жиһаздары да өте ескі болды. Фонаригін алып, екінші қабатқа көтеріле құлады. Екінші қабатында да өте ескі заттар бар екен. Ескі суреттер, ескі шкаптар. Бірде екінші этаждың соңғы бөлмесінде біртүрлі дауыстар естіле бастады. Бұл бала осымен жетер деп кетпек болады. Бірақ оның артынан бір айна көрінеді. Ертеңіне сағат 6-та тұрып, ол өзінің кофесін ішпек болады. Бірақ ол жерде бір жазылған парақты көрді. Ол парақта: "Сен менің үйіме келдің, енді мен сенің үйіңе барамын."